Әжемнен қалған қара шаңырақты өз қолыммен тұрғызып, қоныс тойыма жайылған дастарханды күтіп едім. Бірақ есікті өз кілтімен ашып, төрге чемодандармен басып кірген енем: «Бұл енді біздің ортақ үйіміз. Сен кілемнің үстіне жата сал», деді. Күйеуім болса үндемей жерге қарады. Сол сәтте мен бір-ақ сөз айттым. Содан кейін бүкіл әулет есеңгіреп, үйден қалай қашқандарын байқамай қалды. Жаңадан кесілген ағаштың, бояудың және жаңбырдан кейінгі дымқыл топырақтың иісі. Мадина үшін бақыттың иісі осындай еді. Соңғы жарты жыл бойы ол осы бір хош иісті әлемде әжесінен мұраға қалған үйді қалпына келтіру жұмыстарына басымен кіріп кеткен болатын. Алматының іргесіндегі алма бақтарымен аты шыққан таусамалы жақтағы ескі 2 қабатты үй Мадина үшін жай ғана жылжымайтын мүлік емес еді. Бұл оның балалық шағының, жазғы каникулдарының. Әжесі пісіретін ыстық бауырсақтардың иісі мен түнде айтатын ертегілерінің естелігі сақталған қасиетті мекені болатын. Әжесі қайтқан соң үй 5 жыл бойы қаңырап бос тұрды. Құжаттарын түгендеп алған соң 32 жастағы заңгер Мадина бұл үйге қайта жан бітіруді ұйғарды. Кеңседегі қағаздар мен сот отырыстарынан шаршаған ол қымбат костюмін джинсыға ауыстырып, құрылыс әлеміне құлшына кірісті. Әрбір тақтайшаны, әрбір түс қағазды ерекше талғаммен, махаббатпен таңдады. Ол жай ғана жөндеу жасап жатқан жоқ. Ол өзінің және күйеуі Даниярдың болашақ бақытты мекенін тұрғызып жатқан еді. Данияр басында бұл істі қолдап, демалыс күндері келіп көмектесетін. Екеуі бояуға малынып жүріп күлісетін, болашақты жоспарлайтын. «Елестетші, мына жерде камыны бар қонақ бөлмесі болады», дейтін Мадина, күн сәулесі түсіп тұрған бос бөлменің ортасында тұрып. «Ал мына жерде әжемнің кітаптарын сақтайтын үлкен кітапхана жасаймыз. Ал верандаға тербелмелі орындық қоямыз», деп Данияр оны құшақтайтын. Кешкісін шай ішіп, жұлдыздарға қарап отырамыз. Сол сәттерде Мадина өзін әлемдегі ең бақытты әйел сезінетін. 7 жылдық неке, қала орталығындағы жалдамалы пәтердегі тыныш өмір. Енді міне, өз шаңырағы. Данияр логистикалық компанияда менеджер болып істейтін сенімді, салмақты жігіт көрінетін. Олардың ашық аспанындағы жалғыз бұлт Даниярдың анасы Сара апа еді. Бұрынғы бас есепші Сара апа зейнетке шықса да, бәрін бақылауда ұстауды. Әсіресе жалғыз ұлының өмірін дебет пен кредитін есептегендей қадағалауды қоймаған. Ол Мадинаны басынан жақпырмады. Оның ойынша келіні тым еркін, мансап қуған, және ең сорақысы өз пікірі бар әйел еді. Әйел адам үшін ең бастысы отбасы. Мансап деген қолдың кірі. Бүгін бар, ертең жоқ, деп қайталаудан жалықпайтын. Сара апа үй туралы естігенде реакциясы бірден белгілі болды. Кезектегі жексенбілік шай үстінде Мадинаға сынай қарап, «Үй деген жақсы ғой», деді. Бұл үлкен инвестиция. Бірақ оны күтіп ұстау оңай емес. Екеуіңнің шамаларын келмейді. Ағайын туған көмектесу керек. Мадина ол кезде бұл сөздерге мән бермеді. Енесі бақша егуге көмектескісі келетін шығар деп ойлады. Бірақ ол Сара апаның отбасы деген сөзінің астарында қандай терең меншік иесі деген мағына жатқанын сезбеген еді. Алғашқы дабыл осыдан 1 ай бұрын қағылды. Мадина құрылысшылармен жаңа веранданың жобасын талқылап жатқанда енесі хабарласты. «Мадина, айналайын. Жаңа ғана Гүлнар тәтеймен сөйлестім. Сара апаның сіңлісі. Олардың саяжайында жер тар екен, қысылып отыр. Ал сендердің жерлерің кең ғой. Бақшаны жоспарлағанда егістікке жер қалдыруды ұмытпа. Гүлнар қияр мен қызанақ егуді жақсы көреді. Соны осы үйге егет деп келістік». Мадина аң-таң болып қалды. «Мама, біз бақша егуді жоспарламадық. Мен ол жерге гүл егіп, жасыл газон жасағым келеді». «Газон ба?» Сара апа мұрнын шүйірді. «Ол еріккеннің ермегі. Ал өз бақшаңның өнімі дәрумен әрі үнем». Данияр бала кезінен жерден үзіп алған қиярды жақсы көреді.
Күйеуінің көңілін тапқың келсе, солай істе. Жалпы ойлан. Отбасы деген тек екеуің емессіңдер. Тәтелер, бөлелер бар. Бәріне ыңғайлы болу керек. Мадина тұтқаны қойғанда іштей бір суықтық сезінді. Бәріне ыңғайлы болу керек деген сөз бұйрық сияқты естілді. Кешкісін бұл туралы Данияр айтып еді. Ол иығын қиқаң еткізді. Мамам Гүлнар Татершін уайымдап жүрген шығар. Олар өте жақын араласады. Енді саған бақшаның бір шетінен 2 метр жер беру қиын ба? Данияр, мәселе бақшада емес. Мәселе мамаңның менің үйіме, менің жеріме иелік етіп бастағанында. Неге бірден менің үйім дейсің? Данияр қабағын түйді. Біз бір отбасымыз, демек үй ортақ. Жоқ, Данияр, бұл менің үйім, деді Мадина нық дауыспен. Ол маған әжемнен мұраға қалды. Мен жалғыз иесімін, және өз жерімде не істеу керектігін ешкімнің, тіпті сенің анаңның да бұйырғанын қаламаймын. Данияр ренжіп қалды. Сен үнемі бәрін жауша қабылдайсың. Мамам жақсы болсын дейді, ал сен бірден менікі деп шығасың. Біз сотта емеспіз ғой. Мадина күрсінді. Оған кейде олар екі бөлек тілде сөйлесетіндей көрінетін. Заңгер ретінде ол үшін меншік, шекара, құқық деген ұғымдар тәртіптің негізі еді. Ал Данияр үшін бұл туыстардың тыныштығы үшін аттап өте салуға болатын жай ғана қағаз болатын. Сол кеште олар үй мәселесіне бола алғаш рет қатты ұрсысты. Данияр оны тас жүрексің десе, ол Даниярды жігерсізсің деп кінәлады. Ақыры Данияр қонақ бөлмеге барып жатты. Ал Мадина түн ортасына дейін ас үйде терезеге қарап отырып, бақытты шаңырақ туралы арманның күл талқаны шыға бастағанын сезді. Бұл тек бастамасы екенін, және өз үйі, өз кеңістігі үшін үлкен айқастың әлі алда екенін түсінді. Ертесіне таңертең екеуінің арасындағы ауа ауырлап кеткендей болды. Данияр үндемей жұмысқа жиналды. Ас үйдегі ыдыстарды әдейі салдырлатып жүрді. Мадина жұмыс қағаздарына үңілген болды. Бірақ ойы басқа жақта еді. Ол Даниярдың бұл әдісін білетін. Үндемей, төңкеріс қарап, Мадинаның бірінші болып кешірім сұрағанын күтетін. Бұрын бұл іске асатын. Мадина ұрыс керісті жаны сүймейтін соң бірінші болып қадам жасайтын. Бірақ бүгін бірдеңе өзгерді. Бұл жолы реніш тым терең еді. Мәселе жуылмаған ыдыс немесе шашылған шұлықта емес. Оның арманы мен жеке өмірінің іргетасы туралы болатын. Данияр есік алдында аяқ киімін киіп жатқанда, ол шыдай алмай. Данияр, осылай үндемей жүре береміз бе? Деді. Не туралы сөйлесеміз? Ол артына бұрылмады. Сен кеше бәрін айттың. Менің үйім, менің жерім. Мен түсіндім. Нені түсіндің? Менің үйімде сенің мамаң мен туыстарыңның қожайынды жасауына жол бермейтінімді ме? Я, солай. Мен бұл шешімімнен қайтпаймын. Данияр ақыры бұрылды. Оның көзінен өкініш емес, суық қыңырлық байқалды. Сен нағыз отбасының не екенін түсінбейсің. Менің туыстарым үнемі бірге, бір-біріне көмектеседі, барымен бөліседі. Ал сен үшін бірінші орында қағаз, меншік құқығы туралы куәлік. Мен үшін бірінші орында сыйластық, Данияр. Мадинаның дауысы дірілдеп кетті. Өзгенің еңбегіне, шекарасына, қалауына деген сыйластық. Сенің мамаң мұны түсінбейді. Сен де түсінбейтін сияқтысың. Демек, мен және менің туыстарым саған өзге болғанымыз ба? Түсінікті. Ол есікті тарс жауып шығып кетті. Мадина дәлізде көзіне жас алып қала берді. Данияр бәрін басқаша бұрып, оны сараң, өзімшіл етіп, өзін және анасын жәбірленуші етіп көрсетті. Ол үйлену тойларын еске түсірді. Ол кезде де бәрі Сара апаның жақсы ниетінен басталған еді. Мадина тек екі жақтың ата-анасымен шағын ғана кеш жасағысы келген. Бірақ Сара апа шу шығарды. Жалғыз ұлым үйленіп жатқанда жұртқа күлкі болмаймыз ба? Тойың топырлап өту керек, деді. Ақыры бәрі енесінің қалауымен болды. Мадина өзіне ұнамаса да,
Енесі таңдаған үлпілдек көйлекті киді. Алтын жауатқан мейрамханада талғамсыз асабаның әзілдеріне шыдап отырды. Данияр ол кезде де: «Мадина, мамам үшін көне салшы, қуансыншы», деп көндірген. Ол көнген, бірақ өз тойында өзін бөтен адамдай сезінген еді. Енді міне, сол жағдай қайталанып жатыр. Бірақ бұл жолы бәс әлде қайда жоғары. Жұмыста да оңай болмады. Мадинаға екі компанияның қосылуы туралы күрделі істі берген еді. Жүздеген қағаздар, қорғаныс жоспары. Бірақ ол кеңседе отырып, ойын жинақтай алмады. Ойында тек үй, Данияр және оның анасы. Ол Сара апаның оңайлықпен берілмейтінін білді. Бақша егу тек бастамасы ғана. Енді ол нағыз шабуылға көшеді. Кешкісін Данияр жұмыстан торт пен гүл алып келді. Бұл кешірім сұраудың белгісі еді. «Кешірші», деді ол гүлді ұсынып. «Мен қатты кеттім, қатты ашуланып қалдым». Мадина үндемей гүлді алды. «Бұл үй үшін, бұдан былай ұрыспайықшы», деп Данияр оны құшақтады. «Мен мамаммен сөйлесемін. Бәрін сенің қалауыңша жасайтынымызды түсіндіремін». «Шынымен сөйлесесің бе?» Мадина үмітпен сұрады. «Әрине, сөз беремін. Бәрі жақсы болады». Ол сенгісі келді. Шын жүрегімен сенгісі келді. Екеуі тортпен шай ішті. Данияр жұмыстағы қызықтарды айтып, көңілін аулады. Көңілдегі кірбің аздап тарқағандай болды. Бәлкім, мен тым сезімтал болып кеткен шығармын. Мүмкін Данияр шынымен анасына түсіндірер, деп ойлады. Түнде Данияр ұйықтап қалғанда, тумбочкада жатқан телефонына хабарлама келді. Мадина дыбысын өшіру үшін телефонды қолына алғанда, экрандағы «Мама» деген жазуды көрді. «Балам, сөйлестің бе? Гүлнарға бір бөлме беруге, верандаға жазға ас үй салуға келісті ме? Есіңде болсын, ақырындап баса беру керек. Бұл үй біздің әулетіміздің болашағын қамтамасыз етуге берілген үлкен мүмкіндік». Мадина экранға телміріп, тас боп қатып қалды. Данияр тек анасымен сөйлеспей қойған жоқ. Ол әйелінің көзіне бақырайтып тұрып, өтірік айтты. Ол анасымен бір ауыз жалысқан, гүл сыйлап, торт әкеліп, кешірім сұрағанның бәрі кезекті қойылым. Мадинаны ақырындап көндіруге арналған стратегияның бір бөлігі ғана еді. Ол телефонды орнына ақырын қойды. Қолдары дірілдеп кетті. 7 жыл бір жастықта басы түйіскен күйеуінің қасында жатып, оны мүлдем танымайтынын түсінді. Ол жай ғана жігерсіз емес. Ол сатқын. Мадина оны оятпады, айқай-шу шығармады. Оның не мәні бар? Ол тек қараңғылыққа қарап жата берді. Сол қараңғылықта оның әлемі, махаббаты, сенімі мен үміті күлге айналып жатты. Бірақ сол күлдің арасынан жаңа бір сезім бір жарып шықты. Болаттай суық әрі нық сезім. Бұл соғыс жарияланғанын түсінген заңгердің суыққандылығы еді. Ол сын қатерді қабылдады. Келесі бірнеше күн бойы Мадина таң қаларлықтай сабырлы күйде болды. Жылағанды қойды. Қарым-қатынасты анықтауға тырыспады. Ол болашақ сот процесіне дәлел жинаған заңгер секілді сырттай бақылап, әрбір сөзді, әрбір ишараны, манипуляцияның кез келген әрекетін іштей тіркеп отырды. Данияр ештеңе сезбестен қамқор күйеудің рөлін ойнап жүрді. Арасында ақырындап өз әулетінің мүддесін өткізіп жіберуге тырысатын. «Тыңдаш, жаным. Мамам бір жақсы идея айтып еді», деді ол таңғы ас кезінде. «Екінші қабаттағы бөлмені сенің кабинетің емес, қонақ бөлмесі қылсақ қайтеді. Гүлнар пәтелер келгенде сонда жатар еді. Басқа ағайындар да келеді ғой. Ал сен қонақ бөлмеде де жұмыс істей бересің. Саған тек ноутбук керек емес пе?» «Ойланып көрейін», деп жауап берді Мадина салқын дауыспен. Іштей өз ісіне тағы бір белгі қойып. Ол таусамалыға барып, жөндеуді қадағалауын жалғастырды. Жұмысшылар ішкі жөндеуді аяқтап қалған. Үй көз алдында құлпырып бара жатты. Ақшыл қабырғалар, жаңа терезелер, мастика иісі шыққан жарқыраған паркет. Бұл оның күш алатын мекені, оның қамалы еді.
Осы қамалды біреулер басып алғысы келетіні туралы ой оған ашулы бір жігер сыйлады. Сенбі күні Мадина электриктердің жұмысын қабылдап жатқанда аулаға көлік келіп тоқтады. Көліктен патшайымдай маңғаз басып Сара апа. Ал оның артынан ажырамас серігі Гүлнәр тәте шықты. Гүлнәр жасы белгісіз, көзқарасы өткір, және жүзінде бүкіл әлемге деген өкпесі бар әйел еді. Мадина, айналайын. Осы маңнан өтіп бара жатып, қалай боп жатыр екен деп соға кеттік, деді енесі майысып. Бірақ бұл келістің ешқандай кездейсоқтық емес екені айдан анық еді. Сәлеметсіздер ме? Деді Мадина қысқа қайырып. Келген соң кіріңіздер. Бұл нағыз барлау шабуылы еді. Сара апа мен Гүлнәр тәте үйге кіріп, инспекцияны бастап кетті. Олар бөлмелерді аралап жүріп, көрген білгеннің бәрін дауыстап сынап жатты. Ойбай-ау, қабырғалар неге сонша қуқыл? Гүлнәр тәте таңдайын қақты. Аурухана сияқты ғой. Бұл жерге гүлді көмілді түс қағазда жабыстыру керек еді. Төбесі де аласа екен, деп қостады Сара апа. Төбесі стандартты биіктікте болса да. Тынысын тарылады екен. Мадина жұдырығын түйіп артынан еріп жүрді. Ол өзін жақында жаулап алатын варварларды өз үйінде арлатып жүрген экскурсоводтай сезінді. Нағыз драма екінші қабатта басталды. Мына бөлме маған ұнады, деді Гүлнәр тәте, Мадина өзіне кабинет қылмақшы болған кең терезелі жарық бөлмеге кіріп. Терезесі бақшаға қарайды екен. Мына жерге герань гүлдерінді қоямын, керемет болады. Иә, Гүлнәр, саған осы жер жайлы болады, деп басын изеді Сара апа. Ас үйден де алыс емес, ұйқымды ешкім бұзбайды. Олар бұл мәселе әлде қашан шешіліп қойғандай сөйлесті. Мадина олар үшін ешқандай дауыс беру құқығы жоқ жиһаз сияқты еді. Бұл менің кабинетім болады, деп шыдамай кетті Мадина. Кабинет? Сара апа шын таңғалғандай болды. Саған бөлек кабинеттің не керегі бар? Академик емессің ғой. Ас үйде ақ істей бересің жұмысыңды, ештеңең кетпейді. Ал туыстарға жататын жер керек. Жататын жер емес, тұратын жер деген мағынада айтылды. Бұл үкім сияқты естілді. Олар тек қонаққа келіп қана қоймай, осы жерде тұрмақшы. Верандаға шығайықшы, деді Мадина, дауысын суытып, жарылып кетпеу үшін тақырыпты өзгертті. Верандада Сара апа жаңа шабуыл жоспарын жайып салды. Мен ойлап қойдым, деп бастады ол. Мына веранда жазғы ас үйге таптырмас жер екен. Мына жерге плита, раковина, үлкен үстел қоямыз. Жазда тосап қайнатамыз, қияр тұздаймыз. Әйтпесе, үйдің іші ыстық боп кетеді. Мен бұл жерге ас үй жоспарлаған жоқпын, деп кесіп айтты Мадина. Мен бұл жерді демалыс орны қылғым келеді. Ротан креслолар, шай ішетін үстел, гамак. Гамак? Гүлнәр тәте мұрнын шүйірді. Мына байдың қызын қарандар. Жұрт қысқа азығын дайындап, консервация жасап жатса, бұл гамакта жатқысы келеді екен. Қыздар, ұрыспаңдар, деді Сара апа, бітімгершілік танытқансып. Бірақ көзінде жеңіс ұшқыны ойнап тұрды. Бәрін біріктіруге болады. Таңертең тосап қайнатамыз. Кешке гамакта жатамыз. Бастысы, кеңістікті дұрыс ұйымдастыру керек. Мадина бұдан әрі сөйлесудің мәні жоқ екенін түсінді. Бұл диалог емес. Әлі сойылмаған аюдың терісін бөлісіп жатқан екі жыртқыштың монологы еді. Ол оларды көліктеріне дейін үндемей шығарып салды. Ренжіме, Мадина жан, деді енесі қоштасарда иығынан қағып. Біз саған жақсы болсын дейміз. Бәрі шаруаның ыңғайымен, ақылмен болғанын қалаймыз. Көлік қарасы үзілгенде Мадина баспалдақта ұзақ тұрып қалды. Өзін лас сезінді. Бейне бір оның жан дүниесіне. Біреулер көшедегі лай аяқ киіммен кіріп кеткенде еді. Ол үйге кіріп, есікті жауып, еденге баяу отыра кетті. Жылай алмады. Тек құлағында шымудаған суық бостық қана қалды. Күннің соңына дейін ол үйдің еденін қайта-қайта жуып, шаңын сүртті.
бейне бір бөтен адамдардың ізін өшіргісі келгендей. Кешкісін Данияр хабарласты. Дауысы көңілді. Сәлем жаным, саяжайда не хабар? Мамам мен тәтем соғыпты. Кеңестерін айтып көмектесті ме? Соқты, деді Мадина салқын. Көмектесті. Міне көрдің бе? Ол қуанып кетті. Ал сен уайымдап едің. Олар тәжірибелі әйелдер ғой. Үнемі ең тиімді жолын айтады. Мадина үндемеді. Оған не айтсын? Оның анасы мен тәтесі үйді әлдеқашан бөліп алып, оның өмірін жоспарлап, оған қызметшінің рөлін беріп қойған ба? Ол бәрібір сенбейді. Өзім ойлап алғансым, асыра сілтемеші, дер еді. Ол жалғыз қалған түсінді. Оның меншігіне, оның өміріне құқығымыз бар деп шешкен тұтас бір әулетпен бетпе-бет келді. Және бұл соғыста ол тек өзіне, өз ақылына, төзіміне және кәсіби біліміне ғана сене алады. Жақсы деп ойлады ол. Сынды қабылдадым. Соттасқыларың келе ме? Оны да көресіңдер. Бірақ ол менің территориямда, және менің ережелеріммен өтеді. Қаладағы пәтерге оралғанда Мадина жалдамалы үйдің қабырғалары оны қысып бара жатқандай сезінді. Бұрын бұл уақытша баспана болса, енді оның белгісіз тағдырының символы іспеттес еді. Бар жанын салған арманындағы үй майдан даласына, ал оның некесі суық соғысқа айналып бара жатты. Ол Даниярды ауыр жүрекпен күтті. Сөреспеске болмайды. Ештеңе болмағандай кейіп таныту енді мүмкін емес. Данияр жұмыстан шаршап, бірақ көңілді келді. Сәлем, мен бізге пицца ала келдім. Сенің жақсы көретін саңырауқұлақпен. Қазір кешкі ас ішіп кино көрейік. Данияр, сөйлесуіміз керек, деді ол күйеуінің жылырайын елемей. Ол бірден ширығып кетті. Күлкісі су сепкендей басылды. Тағыма, Мадина, мен шаршадым. Бүгін емесші? Жоқ, дәл бүгін. Ол күйеуіне қарсы отырды. Бүгін үйге мамаң мен Гүлнат әтең келді. Білемін. Мамам хабарласты. Жақсы отырып сөйлестік, деді. Жақсы отырып сөйлестік дейме? Мадина ащы күлді. Олар бөлмелерді бөліп алып, верандаға тосап қайнататын ас үй саламыз деп шешті. Ал менің дизайнымды ауруханаға теңеді. Сенімше бұл жақсы сөйлесу ме? Данияр көзін тайдырды. Енді мамамды білесің ғой, оның әзілі сондай. Ол жай ғана армандаған шығар. Бұл арман емес еді, Данияр. Бұл нақты жоспар. Олар өздерін үй иесінде ұстады. Ал маған сол үйде жиһаздың рөлін беріп қойды. Қалаған жеріне жылжытып қоятын. Асыра сілтемеші? Ол да ашулана бастады. Сені ешкім жиһаз көрмейді. Мамам тек бәрі отбасылық болғанын, туыстардың бәрі келіп тұрғанын, үйдің берекелі болғанын қалайды. Менің есебімнен бе? Мадинаның дауысы қатты шықты. Менің жүйкемнің, менің ақшамның, менің еркіндігімнің есебінен бе? Данияр, түсінші? Бұл менің ем. Және мен оны сенің қаптаған ағайын туғаның үшін өтетін аулаға айналдырғың келмейді. Тағы да басталды. Менің ем, менің ем. Ол орнынан атып тұрып, ас үйде ары-бері жүре бастады. Осы сөзді қоймайсың ба? Егер сен мені сүйсең, менікі сенікі деп бөлмес едің. Біздің әулеттің үлкен қара шаңырағы болатынына қуанар едің. Біздің отбасымыздың ба, әлде Лазаревтар кланының ба? Деп айқайлады ол. Егер сен мені сүйсең, мені мамаңның шабуылынан қорғар едің. Оның айтқанына көндіруге тырыспайтын едің. Олар бір-біріне айқайлап, іштегі жиналған өкпе реніштің бәрін ақтарды. Бір сәтте Мадина бұлардың бір шеңбердің ішінде айналып жүргенін түсінді. Ол ешқашан Мадинаның құқығын мойындамайды. Өйткені бұл оның анасына жасаған сатқындығы болып көрінеді. Ал Мадина оның позициясымен ешқашан келісе алмайды. Бұл тығырық. Мен бұдан әрі шыдай алмаймын, деді ол шарасыздықпен орындыққа отырып. Мен де шыдай алмаймын. Данияр тоқтап, оған ренішпен қарап. Мен сенің және мамамның ортасында қалып, екіге бөлініп жүрмін.
Неге сен сәл ақылдырақ болмайсың? Неге жол бермейсің? Өйткені қазір жол берсем, олар менің басыма шығып алады. Және сен мұны жақсы білесің. Ол ештеңе демеді, тек көлігінің кілтін алды да пәтерден шығып кетті. Мадина сағаттың тықылынан басқа ештеңе естілмейтін үнсіздікте жалғыз қалды. Үстелдегі пицца суып қалды. Бірақ тамаққа тәбеті мүлдем жоқ еді. Ішінде үлкен бір бостық пайда болды. Өзін өте жалғыз сезінді. Ол әкесіне хабарласты. Виктор Семенович зейнеттегі инженер. Көп сөйлемейтін, бірақ өте ақылды адам еді. Мадинаның анасы қайтқан соң, олар тіпті жақын болып кеткен. Папа, сәлем. Сәлем, қызым. Бірдеңе болды ма? Ол әкесінің дауысынан ақ, оның көңіл күйін білетін. Мадина бәрін айтып берді. Жыламай, заңгерше нақты фактілермен. Ененің келуі, Даниярмен ұрыс, оның айыптаулары. Әкесі ұзақ үндемей тыңдады. Иә, деді ол ақыры. Жағдай оңай емес. Бірақ күтілген жағдай. Мен саған тойыңда ақ айтқанмын. Бұл жігіт жаман емес. Бірақ мінезі жоқ. Ал анасы нағыз генерал. Енді не істейін, папа? Мен оны жақсы көремін, бірақ... Махаббатпен, қызым. Ал меншік үлкен мәселе. Бұл үй әжеңнен, біздің әулеттен қалған жалғыз белгі. Оны біреудің тартып алуына немесе құнсыздандыруына жол беруге құқығым жоқ. Бірақ мен қалай күресемін? Олар Данияр арқылы қысым жасап жатыр ғой. Ал сен әйел ретінде емес, заңгер ретінде әрекет ет. Әкесінің дауысы тіпті қатайып, эмоцияны сырып тастады. Тек фактілер мен заң. Үй сенікі. 100% жеке меншігін. Неке шартын жасасып па едіңдер? Жоқ. Данияр ол кезде, бұл қорлық қой. Біз бір-бірімізге сенеміз, деген. Түсінікті, деп мысқылдап күлді әкесі. Классика. Сонымен тыңда, қызым. Біріншіден, ешқандай ауызша келісім болмасын. Бұл тақырыптағы барлық сөйлесулер тек куәгерлердің қатысуымен немесе жазбаға, диктофонға алынсын. Екіншіден, үйдің барлық құжаттарын бір жерге жинап, тығып таста. Банктен ячейка алғаның дұрыс. Үшіншіден, саған отбасылық құқық саласындағы мықты адвокат керек. Әзірге ажырасу үшін емес, кеңес алу үшін. Өз құқығыңды анық біліп, олардың кез келген қадамына дайын болуың керек. Сеніңше олар бірден істеуі мүмкін бе? Мен мүмкін бе деп тұрған жоқпын. Мен білемін. Сенің енең сияқты адамдар пайда көретін жерде ештеңеден тайынбайды. Ол бұл үйді өз олжасы деп санайды, және ол үшін соғысады. Ал Данияр, оның қолындағы жай ғана құрал. Әкесімен сөйлескен соң Мадинаның бойына сенімділік оралды. Оның сабырлы, логикалық тәсілі есін жиғызды. Ол құрбан емес, ол заңгер. Ол өз территориясын заңның барлық мүмкіндігімен қорғайтын болады. Ноутбугын ашып, Алматтағы ең мықты адвокаттардың бірінің нөмірін іздей бастады. Соғыс жарияланды. Ол бұл шайқасты қабылдауға дайын. Әкесімен сөйлескеннен кейін Мадина толық жауынгерлік дайындыққа көшті. Ол жұмыстағыдай тез және әдістемелік түрде әрекет етті. Ертесіне ақ банктен яшық жалдап, үйге қатысты барлық түпнұсқа құжаттарды, басқа да маңызды қағаздарды сонда өткізді. Содан кейін әкесі ұсынған адвокат Гүлнар Болатқызымен кездесті. Ол елеулердегі, өткір жанарлы, отбасылық құқық саласында акула деген аты бар әйел екен. Жағдай түсінікті, деді Гүлнар Болатқызы Мадинаны тыңдап болған соң. Мүлікті иемдену мақсатындағы психологиялық қысымның классикалық түрі. Енеңіз манипуляторлардың оқулығымен әрекет етіп отыр. Ал күйеуіміз өкінішке орай соның жағында. Неден ес бересіз? Барынша алшақтап, бәрін құжаттаңыз. Ауызша уәде бермеңіз. Кез келген сөйлесуді жазып алыңыз. Күйеуіңіздің жөндеуге салған кез келген қаржысы сіздің атыңызға жазылған чектермен расталу керек. Ең бастысы, арандатушылық пен кінә сезіміне берілмеңіз.
Олардың басты қаруы осы. Кеңестермен қаруланған Мадина үйіне оралды. Данияр да бітімге қарай қадам жасағансып, қатты кеткенім үшін кешір, ашу үстінде айттым, деді. Бірақ Мадина енді алданбады. Ол бұл тек тактикалық қадам екенін көрді. Соғыс ұзаққа созылатын партизандық кезеңге өтті. Сара апа тәсілін өзгертті. Ол енді ашық шабуыл жасауды қойып, туыстар арқылы әрекет ете бастады. Мадинаның телефоны қоңыраудан тынбайтын болды. Даниярдың Шымкенттегі бөлесі хабарласып, пәтерінің тарлығын айтып, мұңын шақты да. Жазда бала-шағасымен Таусамалдағы таза ауада үлкен үйде тұрып қайту қандай керемет болатын тұспалдап айтты. Одан кейін Даниярдың қайтыс болған әкесінің інісі Қайрат аға хабарласып, денсаулығының нашарлығын, дәрігерлер тыныштық пен табиғат керек дегенін айтып, аяушылық туғызғысы келді. Бұл әңгімелердің бәрі бір нүктеге тірелетін. Мадинаның үйі бар, ал оларда жоқ. Және бұл әділетсіздік. Мадина бұл қоңырауларға сыпайы, бірақ нық жауап беруді үйренді. Мен сіздердің жағдайларыңызды түсінемін, бірақ әзірге қонақ шақыра алмаймын. Үйде әлі жөндеу жүріп жатыр. Олар бір осындай әңгімеден кейін Сара апаға есеп берілетінін, және ол Даниярға кезекті айқай шуын бастайтынын білетін. Күйеуі үйге күннен күнге тұнжырап келетін болды. Тағы да Қайрат ағам хабарласты, деді ол бір күні. Сенің суық сөйлескеніңе ренжіп отыр. Мадина, ол менің туған ағам ғой, ауырып жүр. Сәл де болса жанашырлық таныту соншалықты қиын. Жанашырлық таныту мен өз үйіме тұрғызу екі бөлек нәрсе, деп сабырмен жауап берді ол. Сен қатал болып барасың, деп айыптады Данияр. Мына үй сені бұзып жіберді, қысым күшейе түсті. Данияр жұмысым көп деген сылтаумен жөндеуге көмектесуді қойды. Олардың әңгімесі тек ресми сипатқа көшті. Бір пәтерде араларына көрінбейтін дуал тұрғызылған көршілер сияқты тұрып жатты. Жұмыста да маза болмады. Компанияны қосу туралы іс мәресіне жақындаған. Қарсы тараптың адвокаттары лас тәсілдерді қолданып, куәгерлерге қысым көрсетіп, сотты созу үшін неше түрлі арыздармен көміп тастады. Мадина кеңседе 12 сағаттап отырып, әбден қалжырап үйге оралса, оны туыстардың жаңа жыры күтіп тұратын. Өзін сығылған лимондай сезінді. Оған күш беретін жалғыз нәрсе Таусамалға бару еді. Ондағы өз үйінің тыныштығында ол жанына тыныштық табатын. Жөндеу аяқталуға жақын. Соңғы штрихтар қалды. Ол жиһазға, перделерге тапсырыс беріп қойған. Бос бөлмелерді аралап жүріп, бәрін өз талғамымен қалай орналастыратынын, кешкісін камин алдында кітап оқып отыратынын елестететін. Бұл армандар оның жалғыз үміті еді. Бірде кешкісін үйге оралғанда, ол Даниярдың оғаш әрекетін байқап қалды. Ол Мадинаның компьютерінде бірдеңені мұқият зерттеп отыр екен. Не істеп отырсың? Деп сұрады ол. Данияр селк ете түсіп, ноутбуктың қақпағын жауып тастады. Я, жай, поштамды тексеріп едім. Менің компьютерім істемей тұр. Оның іс-әрекеті күдікті көрінді. Түнде ол ұйықтап қалғанда, Мадина компьютерді қосып, браузер тарихын тексерді. Жүрегі аузына тығылды. Данияр заң форумдарынан ақпарат іздеген екен. Оның іздеулері мынандай еді. Мұраға қалған мүлікке күйеуінің құқығы. Жөндеуге салынған ортақ қаржыны қалай дәлелдеуге болады? Неке кезіндегі сыйға тарту шартына шағымдану. Ол экран алдында отырып, көзіне жас алды. Бұл соңғы шек еді. Ол тек анасының айтқанына еріп қана қоймай, үйді тартып алудың жолдарын белсенді іздестіріп жүр. Ол соғысқа, әйеліне қарсы сотқа дайындалып жатыр. Оның бүкіл өмірі, 7 жылдық некесі бір үлкен өтірік сияқты көрінді. Енді оның бойында махаббат та, аяныш та қалмады. Тек мұздай суық, жеккөрушілік пен ашу ғана бар. Ол Даниярдың іздеген сұрауларын флешкаға көшіріп алды. Бұл оның ісіндегі тағы бір дәлел болады. Ол бәрінің біткенін түсінді. Ажырасу анық, және ол тыныш өтпейді. Ұйықтап жатқан күйеуіне қарады.
ұйқыдағы бейнесі сондай жуас. Бейне бір бала сияқты. Осы адамның ішінде соншалықты әлсіздік пен опасыздық қалай қатар өмір сүреді? Ол жауабын білмеді. Бірақ бір нәрсені анық білді. Енді ол оның өмірін талшандауына жол бермейді. Осы сәттен бастап ол алдын орап әрекет етеді. Таңертең Мадина бойында болаттай нық шешіммен оянды. Даниярдың компьютерінен табылған деректер соңғы көпірлерді өртеп жіберді. Иллюзия қалмады. Ол күйеуінің анасының айтағымен заңдық шабуылға дайындалып жатқанын түсінді. Ал ең жақсы қорғаныс шабуыл. Ол Гүлнар Болатқызына хабарласты. Сәлеметсіз бе? Бізге кездесу керек. Жағдай өзгергерді. Күйеуім менің үйге деген құқығымды даулаудың жолдарын іздеп жатыр. Олар сол күні кездесті. Мадина Даниярдың браузердегі іздеу тарихы жазылған флешканы адвокатқа берді. Өте жақсы, деді Гүлнар Болатқызы тізімді зерттеп. Бұл оның ниетін дәлелдейді. Ол сіздердің ортақ, өте қарапайым жинақтарыңызды сіздің жеке меншігіңізді жақсартуға салынған қомақты үлес ретінде көрсетудің жолын іздеп жүр. Классикалық схема. Ол не істеуі мүмкін? Үйдің меншік құқығынан үлес алу туралы талап арыз түсіруі мүмкін. Ол неке кезеңінде ортақ мүлік есебінен үйдің құнын айтарлықтай арттырған жөндеу жұмыстары жүргізілгенін дәлелдеуге тырысады. Бірақ жөндеудің басым бөлігін мен әжемнің саяжайын сатқаннан түскен жеке шотындағы ақшамен төледім ғой, деп қарсылық білдірді Мадина. Сізде растайтын құжаттар бар ма? Әрине, барлық ұзынды көшірмелер, чектер, мердігерлермен жасалған келісімшарттар сақтаулы. Керемет. Бұл біздің басты қаруымыз. Бірақ олар Даниярдың жөндеуге қолма-қол ақша салып жатқанын көрген туыстарын куәгер ретінде келтіруі мүмкін. Лас күрес болады. Адвокатпен кездесуден кейін Мадина өз қорғаныс шебін дайындауға кірісті. Барлық қаржылық құжаттарды жүйелеп, көшірмелерін жасады. Жөндеуге жұмсалған әрбір тиынның хронологиясын жазып, банк үзінділерімен бекітті. Заңгерлік жұмыс оны ұсақ түйекке дейін мұқият болуға үйреткен еді. Қазір бұл қасиеті баға жетпес пайдасын тигізді. Бұл уақытта Сарапа Мадинаның дайындығынан бейхабар ашық шабуылға көшті. Ол хабарласып бірден: Мадина, біз Данияр екеуміз бәрін ақылдастық. Үйдің жартысын Даниярдың атына рәсімдегенің әділетті болады деп шештік, деді. Мадина күлкісін әрең тыйды. Мынадай бетсіздікті бірінші көруі. Қандай негізде, мама? Ол сенің күйеуің болғандықтан. Ол бұл үйге жанын да, ақшасын да салды. Сен түс қағаз таңдап жүргенде ол қара жұмыс істеді. Ақшаны негізінен мен салдым. Және менде оның барлық дәлелдері бар, деді Мадина суық дауыспен. Ей, дәлелдерін дұрайын, деп енесі шыңғырып жіберді. Сен үнемі қағаздарына тығыласың. Ал адамгершілік қайда? Әділдік қайда? Менің ұлымның отбасылық шаңырақта үлесі болуына құқығы бар. Отбасылық шаңырақ менің жеке меншігімде, Сарапа, және мен ешкімге ештеңе сыйламаймын. Онда сотта кездесеміз, деп қоқан-лоқы көрсетті ол. Шындық кімнің жағында екенін көреміз. Сенің отбасылық ақшаны алдап алып, өз меншігіне салғаныңды дәлелдейміз. Тұтқаны қойған соң, Мадина енесінің бос сөйлеп тұрғанын түсінді. Оларда ешқандай отбасылық ақша болған жоқ. Олардың бюджеті өте шектеулі, және Сарапа мұны жақсы білетін. Бірақ ол Мадинаны сотпен қорқытып, жол беруге мәжбүрлегісі келді. Кешкісін Даниярмен ауыр әңгіме болды. Ол дайын талаппен келді. Мамам айтты: сен оған дөрекілік көрсетіпсің, деп бастады ол, еш алғышартсыз. Мен тек үйімнің жартысын саған сыйлаудан бас тарттым, деп түзетті ол. Бұл тек сенің үйім емес, мен де үлес қостым. Қанша салдыңыз, Данияр? Деп сабырмен сұрады ол. Кәне, есептейікші, менде барлық чектер сақтаулы. Ол мүдіріп қалды. Оның қосқан қаржылық үлесі тым мардымсыз еді. Жөндеудің ең басында қара жұмысқа жұмсалған 1-2 айлық жалақысы ғана. Мәселе ақшада емес,
деп айқайлап жіберді ол. Мәселе принципте. Мен сенің күйеуіңмін. Менің құқығым бар. Сенің бұл үйде тұруға құқығың бар, Данияр. Әзірге менің күйеуімсің. Бірақ бұл үйден үлес алуға құқығым жоқ. Сенің мамаңның да. Солай ма? Ол анасының әдетіне салып, қолын кеудесіне айқастырды. Онда бұлай. Не сен қоныс тойға дейін, үйдің жартысын менің атыма аударасың. Не мен сотқа беремін де, қоныс тойға бүкіл әулетімізді шақырамын. Сенің маған деген сыйыңды бәрі өз көзімен көрсін. Сотта бәрі куәгер болады. Бұл ашықтан ашық қоқанлық еді. Ол Мадинаның мерекесін, қоныс тойын жұрт алдында масқаралауға, өз заңгерлік стратегиясының бір бөлігіне айналдырмақ болды. Сен менің үйіме маған қысым жасап, балағаттайтын тобырда келмексің бе? Деп сұрады ол, іштей мұздап бара жатқанын сезіп. Мен өз отбасымды біздің үйге әкелгім келеді, деді ол нық дауыспен. Ал егер сен оларды жау көрсең, ол өз мәселең. Мадина оған қарап тұрып, алдында мүлдем бөтен жау адам тұрғанын көрді. Баяғы Даниярдан түк қалмаған. Анасы оның жігерін құм қылып, ерік жігерсіз марионеткаға айналдырып тастапты. Жақсы, деді Мадина күтпеген жерден. Туыстарымды шақыр, келе берсін. Бәрін көруге қуаныштымын. Данияр мұндай реакцияны күтпеген еді. Ол жылайды, шу шығарат деп ойлаған. Бірақ мынадай мұздай сап салқындықтан есеңгіреп қалды. Сен келістің бе? Олардың қоныс тойға келуіне келістім, деп нақтылады ол. Ал үйдің үлесіне келетін болсақ? Жауабым баяғыдай. Жоқ. Ол Мадинаның қандай ойын бастағанын түсінбей, аң-таң болып тұрып қалды. Ал Мадина бәрін шешіп қойған еді. Ол бұл шайқасты өз территориясында қабылдайды, және олардың жеңіс тойын ең масқара жеңіске айналдырады. Қоныс той жай ғана мереке емес. Осы отбасылық драманың соңғы нүктесі болады. Қоныс тойға дейін бір апта қалды. Бұл апта Мадина үшін нағыз марафонға айналды. Күндіз ол кеңседе күрделі істермен айналысса, кешкісін және түнде шешуші шайқасқа дайындалды. Ол енді дастархан мәзірін немесе майлықтардың түсін ойлаған жоқ. Ол заңгерлік операция дайындап жатты. Гүлнар Бұлатқызымен бірге олар стратегияның әрбір нүктесін пысықтады. Ең бастысы, эмоцияға берілме, деп ескертті адвокат. Олар сені арандатады, балағаттайды, аяушылық туғызуға тырысады. Сенің міндетің сабыр сақтап, жоспар бойынша әрекет ету. Сен үйдің иесісің, және жағдайды бақылауда ұстап тұрсың. Жоспар батыл, бірақ заң тұрғысынан мінсіз еді. Мадина тәуекелге барып жатқанын білді, бірақ басқа жол жоқ еді. Данияр әйелінің жуасығанына мәз болып, туыстарын шақыруға құлшына кірісті. Шымкенттегі тәтесінен бастап, Қарағандыдағы немере бөлілеріне дейін хабарласып, Лазаревтар әулетінің ақыры қара шаңыраққа ие болғанын салтанатты түрде жариялап жатты. Мадина бұл әңгімелерді естіп тек мысқылмен жымиятын. Күйеуі анасының айтқанына соқыр сеніп, алдында не күтіп тұрғанын мүлдем аңғармады. Жұма күні, қоныс тойдан бір күн бұрын, Мадина жұмыстан демалыс алды. Үйді де өзінде дайындау керек еді. Таусамалға келгенде, үй оны ағаштың жағынды иісімен және тыныштықпен қарсы алды. Бәрі дайын. Жиһаз орнында, перделер ілулі. Ас үйде жаңа ыдыстар жарқырап тұр. Бұл оның мінсіз әлемі. Оның арманы еді. Ал ертең осы арманды аяққа таптамақшы. Ол әр бөлмені аралап жүріп, ертеңгі сценарийді іштей қайталап шықты. Міне, мына қонақ бөлмеде бәрі шешіледі. Ол орындықтарды сот залындағыдай тізіп қойды. Wi-Fi-дың істеп тұрғанын тексерді. Бұл оның жоспарының бір бөлігі үшін қажет еді. Кешкісін Данияр келді. Көңіл-күйі көтеріңкі, бейне бір жеңімпаз сияқты. Ал, ертеңгі күнге дайынсың ба? Ол Мадинаны құшақтамақ болып еді. Ол жалт беріп қашты. Ертең бүкіл әулетіміз бір шаңырақ астына жиналады.
Мамам сондай бақытты. Көріп тұрмын, деді Мадина салқын. Тыңдаш, мынандай бір мәселе болып тұр. Данияр сөзін қалай бастарын білмей мүдірді. Туыстар көп келе жатыр. Кейбіреулері қонуға қалады. Гүлнәр тәтем, Қайрат ағам. Жалпы, мамам кімнің қайда жататыны туралы тізім жасап қойыпты. Ол Мадинаға 4 бүктелген қағазды ұсынды. Мадина оны ашып қарады. Бұл Лазаревтар әулетін оның үйіне орналастырудың егжей-тегжейлі жоспары еді. Төргі жатын бөлме әулеттің үлкені ретінде Сарапаға берілген. Қонақ бөлмесі Қайрат ағаға. Мадинаның кабинеті Гүлнәр тәтемен күйеуіне. Ал өзімен Даниярға арналған орынды тізімнің ең соңынан тапты. Қарсы бетінде енесінің есепшіге тән мұқият қолтаңбасымен жазылған ескерту тұр. Данияр мен Мадина қонақ бөлмедегі жиналмалы төсекте, раскладушкада. Немесе Мадина өзін жақсы ұстаса, каминнің алдындағы кілемге жатса болады. Бұл соңғы шегеді. Реніш пен аяушылықтың соңғы тамшысын жуып кеткен мұздай суық ашу бүкіл денесін кернеді. Ол жоспарға қарады. Сосын күйеуіне бұрылды. Ол кінәлі адамдай жымиып тұр. Жасалған сұмдықтың байыбына да бармайтын сияқты. Мамам бұл уақытша деді, деп күбірледі ол. Бәрі реттелгенше ғана. Үлкендерге жайлы болсын дегені ғой. Жайлы болсын. Мадинаның дауысы қорқынышты деңгейде сабырлы шықты. Ал мен, сеніңше, өз үйімде кілемнің үстінде жатуым керек пе? Бұл жай ғана әзіл ғой, ол күлуге тырысты. Мамамның әзілін білесің ғой. Білемін, деді ол басын изеп. Өте жақсы білемін. Ол қағазды ұқыпты бүктеп, сөмкесіне салып қойды. Бұл жоспар оның өздігінен жасалған сотында басты айғақ болады. Ренжіп қалған жоқсың ба? Деп үмітпен сұрады Данияр. Жоқ, Данияр. Ол күйеуінің көзіне тіке қарады. Мен енді ренжімеймін. Мен бәрін түсіндім. Ол Даниярды аң-таң қалдырып, үйден кетіп қалды. Күйеуі Мадинаның бұл сабырлылығы кез келген айқайдан да қорқынышты екенін сезбеді. Бұл соңғы шешім қабылдаған және істі соңына дейін жеткізуге дайын адамның сабырлылығы еді. Қалаға оралған соң Мадина әкесіне соңғы рет хабарласты. Папа, бәрі дайын. Ертең келесің бе? Әрине, қызым. Сағат нешеде? 2-ге. Және менің өтінішімді ұмытпашы. Ұмытпаймын. Камера қасымда болады. Рахмет, папа. Бекем бол, қызым. Мен саған сенемін. Тұтқаны қойған соң Мадина айнаға қарады. Оған көзінің асты іскен. Шашаған әйел қарап тұрды. Бірақ ол жанарда болаттай беріктік бар еді. Ол ертеңгі күннің өміріндегі ең ауыр күн болатынын. Бірақ содан кейін ғана бостандыққа шығатынын білді. Қоныс той алдындағы түні Мадина көз ілмеді. Бұл мазасыздық емес. Соққанды дайындық еді. Ол жалдамалы пәтердегі үстел басында отырды. Шамның жарығы оның бозарған, бірақ нық жүзін айқындап тұрды. Ол құжаттарды алдына жайып қойды. Бұл пасьянс ойыны іспеттес еді. Бірақ мұнда оның бүкіл тағдыры бәске тігілген. Үйдің меншік құқығы, жөндеуді төлегенін растайтын банк үзінділері, құрылыс материалдарының чектері, мердігерлермен келісім шартты. Қасында Гүлнар Болатқызы дайындаған қағаздар жатты. Некені бұзу туралы талап арыз және Даниярға өзіне тиесілі емес тұрғын үйді босату туралы ескерту. Әрбір қағаз оның өзі мен Лазаревтар әулетінің арасына тұрғызып жатқан дуалының кірпіші еді. Ол жек көрушілік сезінген жоқ. Ол сезім әлдеқашан жанып кетіп, орнына тек суық күл мен анық мақсат қалған. Ол жағдайды күрделесті зерттеп отырған заңгерше талдады. Эмоция ысырылды. Қазір тек есеппен мінсіз орындау қажет. Ол ертеңгі сценарийді қайта-қайта ой елегінен өткізді. Олар қалай келеді? Үйге қалай кіреді? Өздерін қалай ұстайды? Олардың әрбір сөзіне, қысымына, наразылығына жауап дайындады.
Түн ортасы ауғанда әкесіне тағы хабарласты. Папа, ұйықтаған жоқсың ба? Қайдан ұйықтайым, қызым? Сен үшін уайымдап отырмын. Уайымдама. Бәрі бақылауда. Тағы бір өтініш. Келген кезде көлігіңді қақпаның алдына емес, сәл әрірек көше бойына қойшы. Сосын олардың микроавтобусы келген сәттен бастап камераға түсіре баста. Олардың қонаққа емес, нақты заттармен, көшіп келу ниетімен келгенін тіркеу маңызды. Түсіндің бе? Түсіндім. Әкесінің дауысы нық шықты. Бәрі жасалады. Және папа, ертең не болса да, мен белгі бергенше араласпашы. Бұл менің шайқасым. Одан өзім өтуім керек. Түсінемін, қызым. Бірақ мен қасындамын. Бұл қысқа әңгіме оған күш берді. Ол артында сенімді тірегі барын білді. Даниярдың артында тек ашкөз әрі өктем анасы тұрса, Мадинаның артында әкесінің үнсіз, бірақ мызғымас махаббаты мен қолдауы тұр еді. Таңға жоқ орындықта отырып, 1-2 сағат мызғып алды. Оятқыштың дыбысынан шошып оянды. Сенбі. Қоныс той күні. Сот күні. Ол салқын суға түсіп, қою көк түсті қатаң стилдегі шалбарлы костюмін киді. Ешқандай көйлек емес. Бүгін ол қонақ күтетін үй иесі емес. Процеске бара жатқан заңгер еді. Шашын жинап, бетін әрледі. Айнадағы бейнесіне қарап, өзін танымай қалды. Баяғы жұмсақ көнгіш Мадина қайда? Оған мұздай, нық жанарлы әйел қарап тұрды. Енді ешкімге өзін қорлауға жол бермейтін әйел. Ол таусамалыға белгіленген уақыттан бірнеше сағат бұрын келді. Үйдің іші тап-таза. Ол бөлмелерді аралап, иллюзияларымен соңғы рет қоштасты. Бұл үй Данияр екеуінің ошағы болу керек еді. Бірақ енді ол оның тәуелсіздігінің символын айналады. Ол дастархан жайған жоқ. Ас үйде тек минералды су мен стакандар тұрды. Бұл қоныс той емес. Бұл жағымсыз қарсыластармен іскерлік кездесу еді. Сағат тура 2-де әкесі келді. Костюм киген, салмақты әрі жинақы. Камераны орнаттым, деді ол қысқа қайырып. Қақпаға бағытталған. Рахмет, папа. Олар қонақ бөлмеде отырып күте бастады. Мадина мүлдем сабырлы еді. Ол қолынан келгеннің бәрін жасады. Енді тек жаудың өз аяғымен тұзаққа түсуін күту ғана қалды. Ол Данияр туралы ойлады. Жүрегінде оған деген махаббаттың ұшқыны қалды ма? Жоқ шығар. Тек аяныш қана қалды. Анасының мақұлдауымен дүние мүлік үшін махаббат пен сыйластықты айырбастап жіберген әлсіз адамға деген аяныш. Ол үйді тартып алғысы келіп жүріп, әлдеқайда құнды нәрсені, отбасын жоғалтып жатқанын әлі түсінген жоқ. Сағат 2:30-да көше соңынан ақ микроавтобус көрінді. Мадинаның жүрегі бір ылты ете қалды. Бірақ ол бірден өзін қолға алды. Басталды, деді ол әкесіне сыбырлап. Виктор Семенович үндемей басын изеді де. Кітап сөресінде тұрған кіреберіс есікке бағытталған екінші камераны байқатпай қосты. Микроавтобус қақпа алдына келіп тоқтады. Есіктер ашылып, ішінен Лазаревтар әулеті төгіліп шыға бастады. Алда ту ұстағандай болып Сарапа келе жатыр. Артында Данияр, Гүлнар тәте, Қайрат аға, немере бөлілер, келіндер мен балалар. Бәрінің қолында сөмкелер, қораптар, тіпті құмырадағы гүлдеріне дейін бар. Бұл қонаққа келу емес, жаңа жерге лагер тікпекші болған көшпенділерге көбірек ұқсайтын. Мадина мен әкесі екінші қабаттың терезесінен осы көріністі бақылап тұрды. Қандай дәлдік, деп мысқылдады Мадина. Тура менің талап арызындағыдай. Заңсыз қоныстану ниетімен. Ол терең тыныс алды. Дауыл алдындағы тыныштық бітті. Төменге түсіп, ардақты туыстарды қарсы алатын уақыт жетті. Мадина баспалдақпен төмен түскен сәтте Данияр есікті өз кілтімен ашып, бүкіл топты ішке кіргізіп жатыр екен.
Ол соңғы баспалдақта тоқтап, қолын кеудесіне айқастырып, үндемей бақылап тұрды. Ағайын, туған шулап шұрқырап, бір-бірін итеріп қағып, дәлізді сөмкелер мен қораптарға толтырып тастады. «Ал, иелерін қарсы ал, келінжан!» деп Сара апа дауыстай сөйлеп, пальтосын шешіп сасып қалған Даниярдың қолына ұстата салды. Ол холлды жеңімпаздай шолып шықты. Патша сарайы болмаса да, бастапқыға жарар. Үйренісіп кетеміз. «Мама, мына жердің төбесін биіктету керек екен», деп Гүлнар тәте басын көтеріп, бірден сын айта бастады. «Баспалдағы да шиқылдайды, ыңғайсыз. Ештеңе етпейді. Бәрін өзімізге ыңғайлап қайта жөндеп аламыз», деді Сара апа өктем дауыспен. «Бастысы іргетасы бар, ал қабырғаларын жылжытамыз». Олар Мадинаны мүлдем көрмегендей, көпе-көрнеу елемей жүрді. Данияр әйелінің мұздай жанарын байқап, кінәлі адамдай жымиып, бірдене айтпақ болды. «Мадина, неге тұрсың? Қысылма, бері кел». «Таныс бол. Бұл менің бөлем Вадим, әйелі Светлана мен». «Біз таныспыз», деді Мадина орнынан қозғалмай. «Тойды көргенбіз». Жаңадан келген туыстар бірінші қабатқа жайылып кетті. Барлық есікті ашып, көргендерін дауыстап сынап жатыр. «Ойбай, ас үйі тар екен ғой», деген дауыс естілді. «Мынандай тобырға бұл жерде орын жоқ. Ал мына ваннасы мен әжетханасы бірге екен, сұмдық-ай. Таңертең кезекке тұратын болдық қой». Сара апа бас қолбасшының рөліне бір жола кірісті. «Енді бұлай, топырламай тұрыңдар», деп бұйырды ол. «Қазір бәрін бөлеміз. Гүлнар, саған келіскендей жоғардағы бақшаға қарайтын бөлме. Қайрат, сен әзірге бірінші қабаттағы қонақ бөлмесінде боласың. Вадим, сендер балалармен ана үлкен бөлмеге жайғасыңдар. Ал біз Данияр екеуміз». Ол сәл кідіріп, өз билігінен ләззат алғандай болды. «Біз әзірге төргі жатын бөлмеде боламыз. Ал Мадина?» Ол келіне менсінбеген кейіппен қарап. «Ол бізге таза сүлгілер мен төсек орындардың қайда екенін көрсетеді. Ал өзі қай жерде бос орын бар, сонда жата салады. Кілемнің үстіне болса да». Осы сәтте қонақ бөлмеге Виктор Семенович шықты. Ол үндемей қызының қасына тұрды. Оның салмақты да айбынды түрі Сара апаны бір сәтке кідіртіп тастады. «О, құда да осында екен ғой», деді ол тістеніп. «Сіз де қоныс тойға келдіңіз бе?» «Дұрыс. Қызның қалай орналасқанын көру керек қой», деп мұрнын шүйірді Сара апа. «Мен қызымды қолдау үшін келдім», деді Виктор Семенович сабырлы, бірақ нық дауыспен. «Кейбір адамдарға ұқсап емес». Бірақ Сара апаны тоқтату мүмкін емес еді. Ол өзін үйдің толыққанды қожайыны сезініп, осы сезімге мас болып жүрді. «Балам!» деп айқайлады ол, үлкен сөмкені сүйреп келе жатқан Даниярға. «Өзің айттың ғой, бұл енді біздің ортақ шаңырағымыз» деп. Данияр демін әрең алып, басын изеді. «Я, мама, солай дедім». «Міне!» Ол Мадина мен әкесіне жеңімпаздай қарады. «Ұлымның сөзі мен үшін заң. Ол бұл үйдің иесі. Демек, мен де қожайынмын. Сондықтан айналайындар, біздің жайғасуымызға кедергі жасамай шетке шығыңыздар». Ол қолын соғып қалды. «Ал ағайын, қысылмаңдар. Өз үйлеріндей көріп, заттарынды жайғастырыңдар». Нағыз берекетсіздік басталды. Туыстар өздеріне бөлген бөлмелерге заттарын таси бастады. Немере бөле Света жатын бөлмедегі шкафты ашып, өз көйлектерін іле бастады. Қайрат аға қонақ бөлмедегі теледидар қоятын жерді ыңғайлап жүр. Мадина бұл сюрреалистік қойылымды үнсіз бақылап тұрды. Оның қамалы, оның арманы көз алдында базарға айналып бара жатты. Гүлнар тәтенің қонақ бөлмедегі әжесінен қалған көне креслоны итеріп, өз комодына орын босатып жатқанын көрді. «Абайла, бұл ескі, сынып кетеді», деп күбірлеп қояды ол. Осы сәтте Мадина әрекет етудің уақыты келгенін түсінді. Ол әкесіне қарады. Виктор Семенович сәл ғана басын изеді. Мадина терең тыныс алып,
бәріне естілетіндей қатты дауыспен. «Құрметті қонақтар!» деді. Шу басыла қалды. Бәрі жалт қарады. «Өтінемін, бәріңіз қонақ бөлмеге өтіңіздер. Сіздерге айтатын маңызды хабарламам бар». Оның жүзінде сыпайы, бірақ мұздай суық күлкі ойнап тұрды. Сара апа мен Данияр бір-біріне қарады. Олар не болып жатқанын түсінбесе де, Мадинаның даусындағы ерекше нықтық оларды сескендіріп тастады. Туыстар наразылықпен күбірлесіп, қонақ бөлмеге жинала бастады. Олар өздері бастаған бұл спектакльдің соңы қалай аяқталатынын әлі сезбеген еді. Дастархан басына емес, дивандар мен орындықтарға, тіпті өз чемодандарының үстіне жайғасқан ағайынның ортасына Мадина шықты. Ол өзіне қадалған ондаған мазақ, менсінбеу және жау көзқарастарды сезінді. Сара апа Мадинаның әжесінен қалған креслоға патшайымдай жайғасып, келіннен есеп күткендей тәкаппар отыр. Данияр каминнің жанында тұрып, жедесінің түймесін мазасыз ұсталап қояды. Мадина бәрін шолып шықты. Олардың өзіне сенімді, маңғаз жүздерін көрді. Олар Мадинаның жігері құм болды. Ол көнеді деп ойлады. Осы сәтте ол соңғы айлардағы қорлығын, әжесінің мұрасын алғандағы қуанышын, Даниярдың болашақ туралы айтқан жалған уәделерін еске түсірді. Сатқындықтың ащы запыраны тамағына тығылды. Бір сәтте жылап жіберіп, бәрін тастап қашқысы келді. Жеңілгенін мойындап, Даниярдың көзінен бір түйір жанашырлық іздеді. Бірақ Даниярдың көзінен кек қорқыныш көрді. Анасынан, жанжалдан, жайлылығын жоғалтудан қорыққан қорқақтықты көрді. Осы сәтте шарасыздық жойылып, орнына суық ашу келді. Ешкім келіп оны құтқармайтынын түсінді. Ол өзін өзі құтқаруы керек. Әкесінің заңгерші әрекет ет деген сөзі құлағында жаңғырды. Ол бойын тіктеп, терең тыныс алды. Дауысы нық әрі сабырлы шықты. «Өз үйіме қош келдіңіздер», деп бастады ол. Өз деген сөзге ерекше екпін беріп. Сара апа мысқылмен мұрнын шүйірді. Бірақ, мына заттарыңыздың көптігіне қарағанда, кішкене түсініспеушілік болған сияқты. Кейбіреулеріңіз қоныс тойды тегін қонақ үйге көшіп келу деп шатастырып алған секілдісіздер. Бөлме іші тынышталып, Сара апа қабағын түйді. «Не айтпақшысың?» «Менің айтпағым, Сара апа, сіздікі дұрыс. Бұл шынымен де отбасылық үй. Бірақ менің отбасымның, Сомовтар әулетінің үйі. Ол әкесіне иек қақты. Ал сіздер, соның ішінде менің әзірге заңды күйеуім Данияр да бар. Бұл жерде тек қонақсыздар. Ал қонақтар үй иесіне қайда жатып, жиһазды қайда қою керектігін үйретпеуі тиіс». Бұл алғашқы соққы еді. Туыстардың жүзіндегі күлкі жойылды. Данияр бозарып кетті. «Мадина, қойсаңшы. Ағайынның алдында мені масқара қылма», деп сыбырлады ол. «Сен өзіңді өзің масқара қылдың, Данияр. Көзіме қарап өтірік айтқанда, анаңмен бірігіп маған қарсы астыртын әрекет жасағанда. Менің заңды мүлкімді тартып алуды ойлағанда масқара болдым». Мадина енді құрбан емес, ол айыптаушы еді. Ол үстелден құжаттар салынған папканы алды. «Енді заң тілінде сөйлесейік». Оның дауысы сот залындағыдай суық шықты. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексінің 33 бабына сәйкес, ерлі зайыптылардың некеге тұрғанға дейін тиесілі болған мүлкі, сондай-ақ неке кезінде сыйға тарту, мұрагерлік ретінде алған мүлкі олардың жеке меншігі болып табылады. Ол меншік құқығы туралы куәлікті көтерді. Бұл үй маған әжемнен мұраға қалды. Мұрагерлік шарты Даниярмен некеге тұрмай тұрып, 2 жыл бұрын рәсімделген. Демек, бұл үй менің жеке меншігім. Сара апа сөзін бөлмек болды. Бірақ біз ақша салдық, Данияр жұмыс істеді. Менде жөндеуге қатысты барлық қаржылық есеп бар, деп Мадина чектер мен банк үзінділерін көрсетті. Негізгі шығындарды мен әжемнен қалған басқа мүлікті сату арқылы жаптым. Ал күйеуімнің қосқан үлесі күрделі жөндеу емес, жай ғана тұрмыстық жағдайды жақсарту болып есептеледі. Бұл оған үйден үлес алуға құқық бермейді.
Осы сәтте Виктор Сезенович камераны бәріне қарай бағыттады. Бұл не сұмдық, Всет? Деп Сара апа шыңғырып жіберді. Бізді түсіруге қандай құқығыңыз бар? Толық құқығым бар, деп жауап берді Виктор Семенович сабырмен. Түсірілім жеке иелікте. Оның иесінің рұқсатымен жүргізіліп жатыр. Және бұл сотта айғақ ретінде қолданылуы мүмкін. Қандай сот? Даниярдың даусы дірілдеп шықты. Мадина күйеуіне қарады. Ал бұл, Данияр, менің саған жасаған сыйым. Соңғы кездері заң мәселелеріне қатты қызық кетіп едің ғой. Ол папкадан оның интернеттегі іздеулерін шығарды. Күйеуінің әйелінің мұрасына құқығы. Ортақ салынды қалай дәлелдеуге болады. Саған көмектеспек болып, мен де ең мықты адвокатпен кеңестім. Ол әсерді күшейту үшін сәл кідірді де сөзін жалғастырды. Сонымен жалғастырамыз. Қазіргі уақытта сіздердің бәріңіз әкемнен басқасы менің жеке меншік территориямда менің келісімімсіз және заңсыз қоныстану ниетімен отырсыздар. Бұған заттарыңыз дәлел. Ол сөмкелер мен чемодандарды нұсқады. Сондай-ақ мына диктофонға жазылып жатқан өз сөздеріңіз де айғақ болады. Қылмыстық кодекстің 149 бабына сәйкес, бұл тұрғынжайға қол соғылмаушылықты бұзу деп аталады. Бөлме ішін үрейлі сыбыс шарлап кетті. Қылмыстық кодекс деген сөз оларға суық су бүріккендей әсер етті. Енді Мадина үстелден бір топ қағазды алды. Енді кәмелетке толған әрбір қонақтаттан мына құжатпен танысуды өтінемін. Ол парақтарды тарата бастады. Бұл менің жеке меншік территориямды дереу босату туралы ресми хабарлама. Бас тартқан жағдайда мен сіздерді мәжбүрлеп шығару үшін полиция жасағын шақыруға мәжбүр боламын. Мадина олардың жүзіндегі қорқыныш пен аңтарылуды көрді. Ойынның біткенін бәрі түсінді. Олар қорвансыз келіншекті емес. Оларды тығырыққа тіреген кәсіби заңгерді көріп тұрды. Ол Даниярдың қасына ең соңында келді. Ал бұл саған, жаным. Ол оған екі құжат ұсынды. Сенім таңдауым бар. Не сен мына мүлікті өз еркімен бөлу туралы келісімге қол қоясың? Онда иге ешқандай талабың жоқ екенін растайсың. Немесе ол екінші құжатты ұсынды. Мен некені бұзу туралы талап арыз беремін. Оған сенің барлық лайықсыз әрекеттерінің дәлелдерін. Соның ішінде анаңмен сөйлескен аудио жазбалаларым мен интернеттегі іздеулерінді қоса тіркеймін. Кез келген сот менің жағымда болады деп ойлаймын. Ол олардың алдында сабырлы, сенімді әрі күшті болып тұрды. Ауырсыну мен шарасыздықтан басталған ішкі арпалыс жаңа Мадинаның туымен аяқталды. Ол енді қорықпайтын. Ол өз құнын біледі және өз бақытын қорғауға дайын. Ол камин үстінде ілулі тұрған әжесінің суретіне қарады. Әжесі оны қолдап, жымиып тұрғандай көрінді. Мадина өз ультиматумын айтқаннан кейін қонақ бөлмеде көрдей тыныштық орнады. Туыстар, қолдарындағы хабарламаларды өлім жазасына кесілген үкімдей ұстап, қатып қалған. Олардың жүзіне шок, сенбеушілік және шынайы үрей байқалады. Полиция мен қылмыстық кодекс сөздері сиқырлы күште әсер етті. Осыдан жарты сағат бұрын жеңісті тойламақ болған тобыр директорына ұсталған тентек оқушыларға айналды. Бірінші болып Сара апа есін жиды. Ол өзінің соңғы көзірі, аналық билігін пайдаланып, жағдайды түсінбек болды. Данияр! Оның даусы ашудан дірілдеп шықты. Сен мына пысықайдың өз отбасымен олай сөйлесуіне жол бересің бе? Еркексің бе жоқ па өзің? Айт мынаған. Данияр өліктей бозарып, анасы мен әйелінің арасында көз жүгіртіп тұр. Ол дірілдеген қолына екі құжатты ұстап, мүлдем абдырап қалған. Бір жағында анасынан деген үйреншікті қорқыныш, екінші жағында Мадинаның айтқан заңның бұлтартпас логикасы. Мама, ол заңгер ғой, деп күбірледі ол. Ол не айтып тұрғанын білетін шығар. Заңгерің құрсын, деп Сара апа түкіріп жібере жаздады. Ол алаяқ. Ол сені алдап, бәрінен айырғысы келеді. Балам, есіңді жи. Бірақ оның сөздерінің бұрынғыдай күші жоқ еді. Оның беделі талқандалды.
туыстар қара шаңырақ қолдан сусып бара жатқанын түсініп, есікке қарай ысырыла бастады. Біз қайтайық енді, деп күбірледі Қайрат аға, әйелін есікке қарай итермелеп. Біздің де жолымыз бар, кеш болып кетті, деп бөлесі Вадим де іліп кетті. Балаларды тамақтандыру керек. Олар сөмкелерін жылдам тартып алып, қоштаспастан қаша жөнелді. Гүлнар кәтеде Мадинаға жек көре қарап, солардың соңынан кетті. Бірнеше минуттың ішінде қонақ бөлме қаңырап бос қашалды. Тек Мадина, әкесі, Дания және Сара апа ғана қалды. «Сатқындар!» деп айқайлады енесі олардың артынан. «Қорқақтар!» Сосын ол Мадинаға бұрылды. Оның жүзінде ыза мен кек қайнап тұрды. «Сен әлі бұл үшін өкінетін боласың. Мен мұны ешқашан кешірмеймін. Өміріңді тозаққа айналдырамын». «Көріңіз», деп Мадина сабырмен жауап берді. «Сіздің кез келген әрекетіңіз құжатталып, іске тіркеледі. Айтпақшы, Виктор Семенович әлі түсіріп тұр. Қолымызды бұлғап қойыңыз, Сара апа». Енесі объективті көргенде үні өшіп қалды. Ол жеңілгенін түсінді. Түбегейлі әрі қайтпас жеңіліс. Ол пальтосын жұлып алып есікке ұмтылды. «Мен кеттім. Енді мына лас үйге аттап баспаймын», деп босағадан айқайлады. «Ал сен ше?» Ол саусағымен Даниярды нұқыды. «Егер қазір менің артынан ермесең, мені анам деп санама». Есік тарс жабылды. Данияр бөлме ортасында таяқ жеген күшіктей болып қала берді. Ол Мадинаға жалмышты жанармен қарады. «Мадина, кешірші. Бәрі осылай болады деп ойламаппын. Мен ойладым». «Не ойладың, Данияр?» Оның дауысы мұздай суық еді. «Мені үнсіз көнет деп пе? Мені де, үйімді де өз меншігіне айналдыруға жол берет деп пе? Сен мені мүлдем танымайды екенсің. Бірақ мен сені сүйемін ғой», деп сыбырлады ол. «Кел, бәрін жөндейік. Мен мамамен сөйлесемін. Біз...» «Кеш, Данияр». Ол басын шайқады. «Сен олармен бірге күлгенде, маған мына қоныстандыру жоспарына келгенде. Интернеттен үйімді тартып алудың жолын іздегенде, өз таңдауыңды жасап қойғансың. Махаббат бітті. Ол өлді. Орнына тек жеркеніш қалды». Ол оның қасына барып, қолынан құжаттарды алды. «Заттарыңды жинап, кетуіне 1 сағат уақытым бар». «Мен қайда барамын?» Ол абдырап қалды. «Анаңа бар. Ол сені күтіп тұр. Сенің нағыз отбасың сол кісі ғой». Данияр басын төмен салып, бәрінің біткенін түсінді. Ол осы үйдегі өзіне тиесілі аздаған заттарын жинау үшін жатын бөлмеге қарай баяу басты. Мадина әкесіне жақындады. «Рахмет, папа». «Жарайсың, қызым». Ол оны қатты құшақтады. «Мен сені мақтан тұтамын. Сен нағыз Сомовасың. Әжең де сені мақтан етереді». Мадина осы күндер бойы өзін көп келген ауырлықтың ақырындап сейілгенін сезді. Ол әкесінің иығына басын сүйіп, көптен бері алғаш рет еңкілдеп жылап жіберді. Бірақ бұл қайғының жасы емес, жеңілдеудің жасы еді. 1 сағаттан соң Данияр кішкентай спорттық сөмкесін асынып төмен түсті. Оның жүзі жүдеп, қартайып кеткендей көрінді. Ол Мадинаға қарамады. «Мен өз модель көліктерімді алып кетсем бола ма?» деп ақырын сұрады. Оны шынайы алаңдатқан жалғыз нәрсе сол еді. «Ала бер», деді Мадина. Ол қонақ бөлмеге өтіп, өз коллекциясын қорапқа ұқыптап салды да, шығуға бет алды. Есік алдында тоқтап, «Қош бол, Мадина». «Қош бол, Данияр». Есік жабылғанда Мадина терезеге жақындады. Ол Даниярдың қақпаға қарай иығы түсіп, сөмкесі мен қорабын сүйретіп бара жатқанын көрді. Қақпа алдында оны Сара апа күтіп тұр екен. Ол ұлына қолын сермеп, ашуланып бірдеңелерді айтып жатты. Данияр басын салбыратып, үндемей тыңдап тұрды. Сосын екеуі көше бойымен кетіп қалды. Екі жалғыз, жеңілген адам. Мадина терезеден бұрылды. Соғыс бітті. Ол
жеңіске жетті. Ол өз үйін, өз намысын, өз бостандығын қорғап қалды. Алда белгісіз, мүмкін оңай емес. Бірақ өз өмірі күтіп тұрды. Ол бұған дайын еді. Данияр мен анасы кеткен соң, үйде ерекше бір тыныштық орнады. Мадина мен әкесі каминнің алдында үнсіз ұзақ отырды. Оттың жалыны қабырғаларға жылы сәуле шашып, үйдің ішіндегі бүкіл ластық пен жаман энергияны өртеп жібергендей болды. Енді не істейсің? Деп сұрады Виктор Семенович. Өмір сүремін, папа, деді Мадина жай ғана. Жай ғана өмір сүремін. Және ол өмір сүрере бастады. Ең алдымен үйдің құлыптарын ауыстырды. Содан кейін әр бөлмені Данияр мен оның анасынан қалған ескерткіштерден тазартты. Олар сыйлаған ұсақ түйектерді лақтырды, ыдыстарды біреулерге беріп жіберді. Төсек орындарын ауыстырды. Ол үйдің рухын тазартып, оған өзінің энергиясын қайтарғандай болды. Ажырасу процесі тез әрі жеңіл өтті. Данияр таласпады, ешқандай уәж айтпады. Сотта ол рухы түскен, мүсәпір күйде көрінді. Олар 7 жылдық естеліктері бар, бірақ енді бір-біріне мүлдем бөтен адамдар болып ажырасты. Мадина жұмысқа басымен кіріп кетті. Ол өзінің күрделі корпоративтік ісін жеңіп шығып, әріптестерінің құрметіне және басшылықтың сыйақысына ие болды. Бірақ оның басты жобасы Таусамалдағы үйі болып қала берді. Ол бақшамен айналысып, раушан, пион гүлдерін екті. Верандаға өзі армандаған ротан креслолармен гамақталды. Үй оның күлкісіне, музыкасына, армандарына толды. Ол оның шынайы қамалына, жұмағына айналды. Ортақ достары бірте-бірте Мадинадан алыстап кетті. Кейбірі Даниярдың жағына шықса, кейбірі мұндай ыңғайсыз жағдайда өзін қалай ұстарын білмеді. Мадина оларға ренжіген жоқ. Бұл табиғи процесс екенін түсінді. Өмір оларды әртүрлі жолдарға салып жіберді. Арада 1 жылдай уақыт өткенде әкесі хабарласты. Мадина, жаңа Данияр хабарласты. Сенің нөміріңді сұрайды. Анасының жағдайы мәз емес екен. Сол оқиғадан кейін инсульт алып, төсек тартып жатыпты. Күтім керек. Дәрі-дәрмекке ақша керек дейді. Өзі жалғыз үлгермей жатыр екен. Мадина үндемеді. Оның жүрегінде кекте, аяушылық та болмады. Тек салқындық. Бұл енді оның өмірі емес еді. Ол сенен қарызға ақша сұрап еді, деп аяқтады әкесі. Түсінікті, деді Мадина ақырын. Айтқаныңа рахмет, папа. Бірақ менің жауабым жоқ. Ол тұтқаны қойып терезеге жақындады. Бақшада өзі көктемде еккен раушандар құлпырып өсіп бір екен. Өмір жалғасуда. Ол өз шешімнің дұрыс екенін білді. Кешірімді болу жақсы қасиет. Бірақ жақсылықты әлсіздік деп біліп, оны саған қарсы қолданатын адамдарға көмектесудің қажеті жоқ. Сара апа мен Данияр өздеріне лайықты жазасын алды. Бұл өмірдің қатал, бірақ әділ заңы еді. Арада тағы бірнеше жыл өтті. Мадина өзі жұмыс істейтін заңгерлік фирманың серіктесі атанды. Көп жұмыс істеді, шетелге саяхаттады. Жаңа достар тауып, жаңа қызығушылықтары пайда болды. Таусамалдағы үй демалыс күндері жақындары жиналатын берекелі шаңыраққа айналды. Өзіне лайықты серік тапқан әкесі, бала шағасымен келетін құрбылары, бәрі осы жерде бас қосатын. Үйдің іші күлкі мен бақытқа толды. Бірде ескі қағаздарды реттеп отырып, ол үйлену тойының суреттерін тауып алды. Ондағы жас, бақытты, сенгіш Мадина Даниярға ғашық жанармен қарап тұр. Ол суретке ұзақ қарап, баяғы сезімін есіне түсірмек болды. Бірақ ештеңе сезбеді. Данияр ол үшін жай ғана өткен күннің елесі. Оны күшті қылған өмірлік қателік болып қалды. Ол суреттерді лақтырмады, тек ең түпкі тартпаға салып қойды. Бұл оның тарихы еді. Жылы ұя туралы арманның тәуелсіздік үшін шайқасқа айналған хикаясы. Сатқындық пен қайсар рух туралы хикая. Отбасын жоғалта отырып, өзін тапқан әйелдің тағдыры. Ол верандаға шықты. Күн ұясына батып,
аспанды әдемі ал қызыл түске бояп жатыр екен. Ол тербелмелі орындыққа жайғасып, алдына бір кесе хош иісті шай қойып жымиды. Ол өз үйінде, өз еркінде және бақытты еді.